Мына Қазақстанның жағдайы, қазақтардың жағдайы қашан оңалады деген сұрақты жиі қояды адамдар. Қашан осы біздің жағдайымыз оңалады деп. Ол мәселеде былай қарау керек. Біздің өмірімізді өзгертетін бір үлкен нәрселер бар. Принципиально ешқашан да бұл жерден бір шақ кейін шегінбеуге тиіс жерде біз басымызды қорғалап кейін шегініп кетеміз де содан кейін сол өзіміздің ой арманымызға жете алмай қаламыз. Ондай моменттер бізде көп қой. Бізде мына Назарбаевтың кезінде қанша рет конституцияны өзгертіп тастады. Сонда алаңға шығып тұрып алған қазақтар аз. Ол кезде мына қазіргідей алаңға шықсаң қуып алып кететіндей жағдай емес. Ол кезде кішкене былай әкімшілікке рұқсат керек деген әңгімелер жоқ болатын ол кезде. Сол кездің өзінде жаңағы конституцияны ата заңды өзгертіп тастады ғой. Вот сол кезде халық шегінбеу керек еді. Шығып айтып тұрып алу керек еді. Міне қазір тағы да сондай момент келіп тұр міне. Халық ұйымдасатын жерде, халықты біріктіретін жерде, бұл өзі халықты ұйымдастыратын ең үлкен құжат. Нөмір бірінші құжат. Мысалы, сіз паспортсыз өмір сүре аласыз ба? Өмір сүре алмайсыз. Сол сияқты. Ата заң да сол сияқты. Президент туралы баптарды қараңыз сіз. Ол ойына келгенін істеуге болады. Андай заңмен. Бұл даже Қазақстанның мемлекет ретінде бола ма, болмай ма деген мәселені осы баптардан кейін ойлануға тура келеді. Ал біз ол туралы көзқарасымыздың айтуымыздың орнына бір жалаулатып, алаулатып әңгіме айтып жүрміз де. Бұл жерде айланып өтуге болмайды. Сол айланып өтуге тырысып жүрміз де. Біздің алдымызға ор қазып тастаған, біз айланып өтуге тырысып жүрміз. Оны айланып өтетін түгі де жоқ. Қазылған орды айту керек. Мынау ор қазылып тұр біздің алдымызда. Ертең түссе қалымыз жаман болады деп айтуымыз керек. Айта алатын, білімі жете алатын адамдардың өзі айналып соғып. Ол біздің болашағымыз үшін, келешегіміз үшін дейді. Анандай конституциямен қандай келешек болуы мүмкін? Назарбаевтың кезінде де сөйтіп айтқан. Ой, біздің осы Нұрекең болмаса болмайды. Осы Қазақстан ел бола алмайды мынау Нұрекең болмаса деп айтқан. Сол Нұрекең тонады бәрі шашып тастап қашып кетті ғой өзі.